Біз бүгінгі видеода біз өрмекші адам мен тағы да X-мендерін айтамыз. Ойлаңыздар, X-мендер мен өрмекші адам кездесіп қалды. Кім жеңуі мүмкін? Менің ойымша өрмекші адам көбінесе жеңуі мүмкін. Ал енді мен қолында өрмек шығаратын кейіпкер жеңуі мүмкін ба? Әлде жеңбеуі мүмкін ба? Әлде X-мендер жеңе ма? Оны мен білмеймін. Бірақ менің ойымша өрмекші адам мықтырақ. Ол дейтін қолынан нелерді шығара алады. Қазір мен сіздерге кейіпкерлердің де ол сияқты қатысатын кейіпкерлерді росомахаларды да айтып беретін боламын. Тағы да өрмекші адамның бір өзі үлкен командаға шайқасса не болатын еді. Сол жайында да айтатын боламын. Тағы да өрмекші адам өзінің мықты екенін біледі. Тағы да X-мендер мутанттар жайында. X-мен атауында Росомаха, Колосс, тағы да бір көзі, тағы да ұлжан. Росомаха тырнайды, ал Колосс ұрады, ал ол лазер сырғап, ал мынау тырнайды. Тағы да мықты екенін біліп тұр. Тағы да осындай кейіпкерлерінің өрмекші адамын тоғыстырамыз. Енді өрмекші адамның бір өзі, не етсеңіздер бір өзі өрмекші адам мықты. Тағы да ол қауіпті сақсан кезінде қауіпті өрмекші адам мен X-мендер. Мен қазір осы олардың күштерінің жайында айтатын боламын. Тағы да қандай күштері бар екенін айтатын боламын. Ал кет. Өрмекші адамның күші өте көп. Тағы да ол қолынан паутина шығарып, тағы да алысқа секіріп кете алады. Бұл қауіпті жеңілетін білген кезінде бұл қашып кете алуы да мүмкін. Неге десеңіздер, орманда жалғасатын болса өрмекші адамға қиын болуы мүмкін. Тағы да оның жаулары өте мықты. Октавиус тағы да нелер бар. Өрмекші адам тағы да үлкен пойызды тоқтатты. Тағы да оны тоқтатып адамдардың өмірлерін сақтап қалды. Ал енді өрмекші адамның мықтылығы өте мықты. Өрмекші адам өте мықты деуге де болады. Тағы да өзінің мықты, тағы да өзінің күшті екенін біледі. Бұл пойызды тоқтатты. Ал енді құм адамды да тоқтатты. Өрмекші адам өте мықты. X-менге келетін болса, X-мендердің көбінесе мутанттар. X-менде мутанттар деп ойламадым, зомбилер деп. Жоқ, бұл дейтін Колосс, Росомаха, көбі жоқ, тағы да бір көзі лазер. Тағы да бұлар дейтін өте керемет. Әшейін адамнан мықты. Тағы да бұлар жабылған адамға да төбелесіп кете береді. Міне осындай кейіпкерлер де бар. Осындай кейіпкерлер ешкімде жоқ. Тағы да ойлаңыздар, осындай дауыл туғызатын адамдар да бар. Оны жеңу өте қиын. Тағы Флэш сияқты жүгіріп келетін кейіпкерлер өте қиын. Тағы да біраздар адамның ойында оқып алады. Тағы да осындай мұзға қатыратындар бар. Мен ең мықтылардың деп қойдым. Тағы да бұл жақтағы жаулардың да өздері мықты. Тағы да өздері де өліп бір өрмекші адаммен төбелесуі мүмкін. X-мендер әлі өрмекші адам. Екеуінің қайсы мықты. Ал енді өрмекші адам бұларды жеңіп кетуі мүмкін. Өрмекші адам мықты, мен білем. Бұлар көп болса да мықты, осылай тізіліп тұрса да мықты. Бірақ өрмекші адам бұларды паутина қылып, тағы да біреуімен емес, екеуімен де төбелескен жағдай бар. Росомахамен төбелесетін болса, Росомахамен 1 сағат, ал Колосспен төбелессе өрмекші адам жеңуі мүмкін. Ал енді өрмекші адам мықтылығымен мықты. Ол Октавиуста Веном дейтін кейіпкерлермен төбелесті. Өрмекші адам өте қауіпті сезеді. Ол қауіпті сезгенде құлағы лай кетіп қалады. Сен өзің мықты злой болсаң да өрмекші адамды жеңе алмайсың. Неге десең, өрмекші адам жеңуі өте қиын. Тағы да олар екеуі автобустың үстіне де төбелессе де өрмекші адам мықты. Тағы да өрмекші адамның қолынан паутина шығарады. Ал енді өрмекші адам қап-қара түрде болса не болады? Қап-қара түрде оларды жеңіп тастауы мүмкін. Мен ойласам өрмекші адам мықты. Мен айттым, өрмекші адам қап-қара Веном түрінде мықты. Веномның өзінің де қасиеттері бар. Өрмекші адамның қасиеті өте мықты. Тағы Веномның костюмын киіп алса, өрмекші адам мықты кетеді. Өрмекші адам тағы да Филипп Марко дейтін осыны тоқты. X-мендер де мықты, бірақ өрмекші адамның қолында паутина шығарып әрбір жерде өрмелеуі, тағы да қауіпті сезуі өте мықты. Олардың біреуінде де осындай жоқ. Содан соң өрмекші адам мықты.